Коронавирус сізге әлі жаңағыдай болғандай қорқыныш тудырмаса, дайын болыңыз. Бұл видеода неге COVID-19-дан шынымен сақтану керектігін және сонымен байланысты халық арасында жүрген 10 аңыз әшкереленеді. Бірінші, коронавирус желмен таралады. Ең кең тараған қате пікір. Коронавирус ауа тамшы жолмен таралады деген сөз ол желмен жүздеген мыңдағы метр ұшып басқа адам жұқтырады деген сөз емес. Ауа тамшы деген жұқтырған адам түшкіргенде, сілекеймен, шырышпен вирустың тамшы түрінде шашырауы. Ал бұл тамшылар ауыр болғандықтан бірнеше минуттардың ішінде жерге түсіп, жарты сағаттың ішінде вирус тіршілігін жояды. Бұл айтып жатқандар жабық ғимаратқа, көлікке, күн аз түсетін жерлерге қатысты. Ал күн ашық түсетін жерлерде вирус 20 минутта өмір сүрмейді, өйткені күн өте күшті табиғи санитайзер. Екінші, үй жануарларымен таралады. Үй жануарлары коронавирусқа сезімтал емес. Гонконгта иесі коронавирус жұқтырған иттің ешқандай симптом көрсетпегені белгілі. Бірақ үй жануарларының жүнінде қалған тамшыдан сізге вирус шығуы әбден мүмкін. Сол үшін де итпен серуендегенде үйден 100 метрден артық алыстамау керек. Үшінші, ішімдік ішу коронавирустан сақтайды. Өте кең тарағаны өте дұрыс емес пайым. Түркияда кәрі кісі 90% спиртті ішіп, бұл өмірмен қоштасқаны туралы мәлімет ешкімді күлдірмеуі қажет. Сол себепті спиртке негізделген ішімдікті ішіп емес, онымен айналаны сүрту арқылы рискті азайтуға болады. Онымен қоймай, алкоголь иммунитетті төмендету арқылы рискті одан сайын арттыру мүмкін. Төртінші, күн жылынғанда азаяды. Бұл да әлемде тарап кеткен аңыздардың бірі. 25 градустан жоғары температурада вирустың таралатыны тіркелген жағдай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жариялауынша, климаты ыстық және ылғалды елдерде де вирус біршама көп тіркелген. Бұл вирустың ыстық температурада өлмейтінін айқындайтын факт. Сол сияқты аяз бен суық ауа да вирусты өлтірмейді. Бесінші, мұрын мен тамақта жиі ылғалдау вирустың алдын алады. Өкінішке орай бұл да қате пікір. Бұл тақырыпқа қатысты ДДСО өзінің көзқарасын білдірген болатын. Теңіз суының ерітіндісі вирусты өлтіретіндігі немесе қыздыратындығы туралы ешқандай ғылыми зерттеулер мен нәтижелер жоқ. Алтыншы, балалар мен кәрілер ғана ауырады. Қытайда балалардың ауырмауы алғашында бұл аурумен балалар ауырмайды деген пікірдің туындауына әкелді. Кейін Еуропада бұл расталмады. Көп адам коронавирус егде адамдардың ауруы деп есептейді. Кәрі кісілердің иммунитетінің төмендігінің көбірек өлімге ұшырайтыны, оны егде адамдардың ауруы деуге ешқандай негіз емес. Коронавирус инфекциясына барлық жастағы адамдар бірдей сезімтал және адамның жеке қорғануына байланысты. Жетінші, жай ғана тұмау сияқты. Симптомдар ұқсас болғанмен коронавирус әлдеқайда қауіпті. Бұны түсіну үшін мына мәліметтерге көңіл бөлейік. Тұмауға адамзат вакцина ойлап тапты, ал коронавирусқа вакцинасы әлі ойластырылуда. Тұмаудан өлім шамамен 0,1%, ал коронавирусты 4-5%. Яғни әрбір 1000 адамның 4-5-еуі өледі деген сөз. Тұмаудан айығу 99%-ға жақын, ал коронавируста әзірше 20%-дан сәл асты. Тұмау вирусының инкубациялық периоды 3 күндей, ал коронавируста 14 күндей. Адам 14 күн ішінде көбірек тарата алатыны айтпай-ақ түсінікті. 8-ші, жұқтырғандардың бәрі өледі. Жоқ. Жұқтырғандардың айығып шығуы науқастың иммунитет жағдайына, медицина саласының қауқарына және ең маңыздысы адамның өмірге құштарлығына байланысты. Алдында айтылғандай 20% жағдайда адамдар емделіп шығады. Емделіп шыққанда оның емі бар деген сөз емес. Дәрігерлер тек симптомдармен күреседі, ал адамның иммунитеті ең маңызды рөлді атқарады. 9-ші, пияз бен сарымсақ вирусты өлтіреді. Пияз бен сарымсақтың құрамында химиялық заттар, оның ішінде ең маңыздысы фитонцидтің антивирустық емес антибактериялық қасиеті бар. Сарымсақ туралы толығырақ видео менің каналымда бар, сілтемесі шықты, басып қарасаңыз болады. 10-ші, бетперделер вирустан қорғайды. Негізінен бетперделер аурудан басқаларға инфекцияны таратпау үшін арналған. Ал хирургиялық бетперделерде вирус тесіп кете алады. Бетпердені таза ауада жүргенде емес, жабық жерлерге кіргенде тағу керек. Ең қорғаныш қасиеті мол бетперде респираторлы бетперде. Айта кетерлігі, бетпердені шешерде бетінен емес, екі шетінде резинкесінен ұстап шешу маңызды, және шешкен соң қолды мұқият жуу қажет. Өзімізді қорғау мақсатында COVID-19-ның әртүрлі беттерде өмір сүру ұзақтығы ұсынылды. Жабық күнсіз жердің ауасында 3 сағат, қағаз бетінде 3 сағат, мыстан жасалған тиындарда 4 сағат, картонда 24 сағат, мақта ағашта 1-2 күн, әйнек пен банкнотта 4 күнге дейін, болат темірде, пластикте 4-7 күнге дейін тіршілігін сақтай алады. Коронавирусқа қатысты көбірек мәліметтердің сілтемелерін дескрипшн қалдырдым. Қарай аласыз.